Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 47-ші сабақта біз сұраулы сөйлем тақырыбын жалғастыратын боламыз. Балалар, каналға жазыламыз, подписацияны басып, лайк қойды ұмытпаймыз. Балалар, біз сұраулы сөйлемді білеміз, үйрендік, иә. Сұраулы сөйлем дегеніміз жауап алу мақсатында сөйлемдерді, сұрақ қойылатын сөйлемдерді сұраулы сөйлем деп айтамыз, иә. Енді 42-ші жаттығуда өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы, хабарлы сөйлем мен сұраулы сөйлемнің оқылу ырғағын салыстыр дейді. Шегене деген немене, соны білгің келе ме? Шамалы азды шағынды, бабалар деген шегене. Мұзафар Әлімбаевтікі екен. Бұл жерде қараңдар, сұраулы сөйлем бізде сұраулы сөйлем дегеніміз бізде бір нәрсені сұрау үшін, бұл жерде интонация кішкене жоғарылау болады деп айттық, шегене деген немене деген сияқты, соны білгің келе ме деп. Ал енді хабарлы сөйлем дегеніміз ол жерде соңғы сөздері басыңқы келеді екен, ол жерде бір нәрсені хабарлап тұр, бабалар деген шегене деп. Шегененің не екенін түсіндіріп тұрғанда, енді өлеңдегі сұраулық мағынаны білдіріп тұрған сөздерді тап дейді. Сұраулық белгісі бар, ол немене және келе ме деген сөздер. Ал енді қарамен жазылған сөздің жазылуына назар аудар дейді. Ол шегене деген сөз екен, қарамен жазылған, жазылуы көрдіңдер ғой, шегене деп жазылған. Енді ереже, сұраулы сөйлем жасайтын ма, ме, ба, бе, па, пе өзінің алдындағы сөзден бөлек жазылады. Мысалы, Салтанат келді ме, жауын басылып па, осылай жеке жазылады екен. Енді 43-ші жаттығуға қарайық, сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Кісіге қарап орынсыз күлме, әжең базардан алма әкелді ме, сабақтан кешікпе, Қанат ауылдан келіп пе, ешқашан өтірік айтушы болма, қар қалың жауды ма. Енді бұл жерде бізге хабарлы сөйлем мен сұраулы сөйлемдер бірге берілген екен. Осы жерде қарамен жазылған сөздерді салыстырып өзің қорытынды жаса дейді. Қараңдар, бұл жерде екіге бөлсек болады екен бұл сөздерді. Күлме, кешікпе, болма, бұл жерде ма, ме, ба, бе дегендер бірге жазылып тұр, сондықтан бұл хабарлы сөйлем сияқты болып тұр. Ал енді әкелді ме, келіп пе, жауды ма деген ме, пе, ма, олар бөлек жазылып тұр, сондықтан да бұл сұраулы сөйлем болып тұр. Сұраулы сөйлемдегі сұраулық мағынаны білдіретін сөз басқа сөздерге қарағанда көтеріңкі дауыспен оқылады. Сұраулық мағынаны білдіретін сөз болады екен, не туралы сұрап жатқанымызды сол бізде көтеріңкі дауыспен оқылады дейді. Енді 44-ші жаттығуда сызба бойынша бір-біріне диалог құрастырып жазыңдар дейді. Мектепке, театрға бару, емхана, кітапханаға болу. Осы екі оқушының арасындағы қандай диалог болуы мүмкін? Мысалы, мына қызды біз Айым деп алайық, ал мына ұлды біз Берік деп алайық. Енді қалай болады? Сәлем, Айым. Сәлем, Берік. Сен демалыс күні қайда бардың? Мен демалыс күні театрға бардым. Ал өзің қайда болдың? Мен демалыс күні кітапханада болып, күнімді ертегі кітабын оқумен қызықты өткіздім. Осылай жазсақ болады. Сендер өз ойларыңды жазсаңдар болады. Енді 45-ші жаттығуда берілген сөйлемнің сұраулы сөйлем екенін дәлелдеді. Сен нешінші сыныпта оқисың? Бұл әрине сұраулы сөйлем, өйткені бұл жерде сұрақ белгісі қойылып тұр. Және де бұл жерде осы сөйлемді бірнеше рет оқысаңдар, оқисың дегенді кішкене нешінші сынып, нешінші деген сөзді біз көтеріңкі екпінмен айтып тұрмыз. Неге? Өйткені біз бұл жерде сұраулық мағынаны білдіретін сөз. Сен нешінші сыныпта оқисың дегенде ол көтеріңкі екпінмен айтылады екен. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.